Сәлем достар, сіздермен бірге Тока Лайф арнасы. Бүгін менде новый видео. Ол бізде Тайни Санта, яғни Тока Бокадағы Тайни Санта. Бүгін менде, яғни жаңа жылға орай бұл достар бір-біріне Тайни Санта ойнайды. Жеребе тастап, бір-біріне сыйлық береді. Бұлар кішкентай кезден бастаған достар, ал ендеше біз бастаймыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, ал ендеше біз кеттік. Бұлар бірге кафеде отыр. Енді олардың сіздерге енді біз оларды таныстырып өтейік. Бірінші ол Айдар, келесі Руслан, одан кейін Нұрай, және Айзере, Жұлдыз, Ұлжан. Ал жиналып қалыппыз, онда Тайни Санта ойнайық. Ой, я, керемет! Табылған ақыл, осы ойынды ойнағым келіп жүрген менің де. Онда официант шақырайық. Официант! Тыңдап тұрмын. Бізге осы біздің аттарымызды жазып алып келесіз бе? Жеребе тастайын деп едік. Жақсы, аттарыңыз кім болады? Айдар, Руслан, Нұрайлым. Айзере, Жұлдыз, Ұлжан. Жақсы, қазір алып келем. Солай олар әңгіме айтып отырған кезде официант та кеп қалады. Міне, келіңіздер мына жақтан таңдап кетсеңіздер болады. Жарайды, онда мен бірінші барайын. Рахмет. Жарайды, онда мен барайын. Мынаны беріңізші ме? Так, мен барай берейін. Так, мен мынаны алайын. Хотя бы қыстысы. Мен барайын енді. Осын алайын. Так, мынаны алайын. Так, соңғы мен қалыппын ғой. Жарайды, бітті. Ал енді ашып көре беріңіздер. Әркім ешкімге айтпайды. Ок. Я, білеміз. Енді олар коридорға бір-бірден барып оқып келеді. Так, онда мен барып оқып келе берейін. Ой, мен Айзерекке береді екенмін ғой. Так. Ой, мен Айдарға береді екенмін ғой. Ұлдарға қандай сыйлық бар? Мен барайын ба? Мен барайыншы? Жарайды. Так. О, мен хотя бы қызға берем, Ұлжанға. Енді мен. Так, мен той Русланға береді екенмін, жарайды. Ұлдарға бірақ қандай сыйлық бар? Мен барайын. Жұлдызға берем. Жақсы. Так, мен Нұрайға беремін. Так, енді бәріміз білсек, бір-бірімізге айтпаймыз. Онда давайте ертең кездесейік. Я, давай ертең кездесейік, онда өзіміздің заттарымызды, подарктарымызды алып келейік. Я, бірақ нешеде кездесеміз? Оны білмеймін екем. Онда 2-де кездесейік. Қай жақта кездесеміз? Осы кафеде. Мен осы кафеге барғым келіп тұрған жоқ. Білмеймін, бір үйде кездесейік. Жарайды, онда қай үйде кездесеміз? Мен үйімде. Жарайды, сен үйіңде болса барайық. Давайте, мен кеттім, подарка таңдаймын. Мен де. Кеттік, бәріміз барайық. Бірақ әркім басқа жаққа барады. Я, бәріміздің бір-біріміздің көріп қоябыз. Олардың ойларында кім-кімге түскені өте қызық болып жатыр. Ал енді олар магазинге барады. Так, мен может оған футболка алатын шығармын. Так, может ол футболға қызығады. Я, ал доп ше? Давай доппен футболка алайын. Сәлеметсіз бе, сіз не іздеп жүрсіз? Менің сыныптасыма бір футболка мен доп керек еді. Размерін беріңізші, футболканың. Жақсы. Сізде қандай размер? Мен размерін білмейді екен, бірақ жасын айтайын, жасы 16-да,
Арықтау. Жақсы, онда сізге тауып береміз. Мына жақтан. Оған қандай түс ұнайды? Оған көк түс ұнайды. Жақсы, онда мынаны алыңыз. Осы Рахмет. болады. Және бұл жақта сізге мынау доп болады. Аха, рахмет, осыны алайын. Кассадан төлейсіз. Жарайды. Бізде бүгін касса істемейді, менмін. Жарайды онда. Міне ақшаңыз. Қазір. Аха, рахмет, келіп тұрыңыз. Жарайды онда, мен тәттілер алуға барайын. Қасына бір шоколад ала салайын қосып. Так, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ме? Так, мен киім алайын. Мындайлар бар екен. Ұлжанға алу керек менен. Так, пакет ала салайын да. Сәлеметсіз бе? Біздің дүкенге қош келдіңіз. Сізге не керек? Маған, мысалға, бар ғой қыздарға киетін. Көйлек па, немесе қазіргі модадағыдай киімдер. Жақсы, келіңіз, бізде ондайдың түрісі бар. Міне қараңыз, мынандай бар. Осындайлар бар. Размерін айтсаңыз болды. Мен размерін өкінішке орай білмейтін едім, бірақ жасын және арықтау келгенін білем. Жарайтында жасын айтып жіберіңіз. Бойы қандай? Жасы бізде 16-да, бойы 1.70. Я. Жарайды, қазір сізге береміз. Так, неше киім аласыз? 2 жетеді. Жарайды, онда міне мынандай киім алыңыз және мына киімді алыңыз. Сізге мынандайдың қарасы керек болса, бізде қарасы бар мынандай. Жоқ, маған көкті бере беріңізші. Жарайды, не мынандай 2. Сау бола салыңыз. Және мынандай очкилар бар, қараңыз. Так, мынандай ма? Жоқ, керек емес. Так, төлей салайын. Енді маған очкиларға бару керек. Так, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге не керек? Маған очки. Сізге зрение ма? Жоқ. Так, мындай розовый беріңізші. Рахмет. Болдым. Так, мен Нұрайға берем. Мен Нұрай осы косметиканы жақсы көреді. Мен косметиканы аласайын онда. Так, онда мен мынандайдың сарысын. Мынаны. Тоқтай, или жарайды, осыны алайын. Және мынау қалай екен? Жоқ, мынау дұрыс емес. Мынау нормальный сияқты. Бұны қолыма сығармын қазір. Кремнен күлгін түсті жақсы көреді. Мынаны алайын. Және мынаны. Болды. Карточканы салайын. Мына қойсайын. Ой. Можно да буду қалармын тағы да. Касса бірінші тұрда. Бірінші тазға түсіп алайын. Мұнда тағы да мындайлар бар екен ғой. Мындайлар. Может оған ұнайды. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Рахмет, келіп тұрыңыз. Қыздарға арналған подарок бар. Қыздарға. Не? Қыздарға арналған подарок бар дейм. Қаяқта? Мен алайын деп едім. Мам, міне тұр, 2 подарок. Неше теңге болады? Бізде бұл 2 теңге. Сонда ішінде не бар? Ішінде көп заттар бар. Косметика, картинка, солар бар. Гитара. Мына саған керемет қой. 2 теңге болса, арзанақ қой. Арзанақ? Жарайды, 3 теңге. Ойнап айтам. Болды. Рахмет кеп тұр. Рахмет сізге. Так, мен Русланға берем. Мен онда PlayStation және мындай диск берем. Сосын тағы да бірдеңелер аламын.
Мына ағай осыларды бере саласыз ба? Жақсы. Сізден 3000 теңге. Міне алыңыз. Алып кетер. Так, мен алып жаттым. Тағы да не алсам болады екен? Мына сағаттың орнына басқа мына сағатты алайыншы. Әдемі тұрады екен. Сосын мына жақтан бір мынандай алайын. Так, және де менде так, тағы не бар? Жарайды, все, болған шығар. Болды, мен онда подарок қыла салайын. Так, болдым. Наличка ма? Жарайды, кас наличка төлейін. Міне алыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Так, мен оған жұлдызға салат істеуін айтсам, сондықтан мен салат істей аламын. Мынандай. Ой, несіме сыймайды екен ғой. Жарайды, 2 пончик алайын. Және су. Так, оған тағы да банан ұнайды. Банан. Жүзім алайын. Және арбуз. Басқа. Міне мынандай торт алайын да. Күшті ғой. Чипсы. Так. Мынандай. Так, сосын мынандай сок ала салайын. Так, мұнда рахмет, сау болыңыз. Мен тағы да оған бір нәрсе алайын. Оған картинка ұнайды. Мен осындай картинка, осы 2 картинканы алайын. Және осындай гүл алайын ба, или мынандай гүл алайын ба? Мынандай гүл алайыншы. Әдемі көрінетін сияқты. Және оның суреттері мына жаққа қойып қояйын. Болды, енді бұны сыйлық ретінде шығарып алу керек. Так, жарайды, болды. Міне ақшаңыз. Рахмет. Достар, осылай менің видеом аяқталады. Сіздермен болған тока лайф арнасы. Келесі видеода, яғни келесі бөлімде олар бір-біріне подарка береді, және олардың сіздер реакцияларын көресіздер. Ал сіздер осы адамдардың орнында болғанда не алар едіңіздер? Соны комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер.